Сәлем! Бүгін біз шыршаға арналған мынадай шариктерді тоқуды үйренетін боламыз. Кеттік! Ең алдымен біз кольцо амигуруми тоқимыз. Ол үшін жіптің ұшын осылай ұстап тұрамыз да, екі саусағымызға былай ораймыз. Және де крючокты мына жағынан кіргізіп, осылай шығарып аламыз. Жіпті осылай ұстап аламыз, және енді біз мына дөңгелектің ішіне тоқитын боламыз. 1, 2, 3 воздушный аламыз, және осы дөңгелектің ішіне тағы да 14 столбик с накидом тоқып шығамыз. Неге тоқыдық? 14 столбик тоқыдық, және мынау біздің ең алғаш тоқыған 3 воздушный петлямыз 15-ші столбик болып саналады. Және біз мына жіпті қатты тартамыз. 3-ші воздушный петляға жібімізді біріктіреміз. Осылай қатарды аяқтаймыз. Енді екінші қатар тоқу үшін 3 воздушный петля аламыз, және дәл осы қатардың түбіне мінекей 3-ші воздушный петляға 1 столбик с накидом тоқып шығамыз. Енді келесі әрбір столбиктің үстіне бір емес екі столбиктен тоқимыз. Екеу тоқимыз. Яғни біз мына дөңгелегімізді үлкейтеміз. Мінекей, мен қатарды толықтай тоқыдым. Соңғы қатардың соңғы столбигіне 2 столбик тоқыдым. Енді тағы да 3-ші воздушный петляға кіргізіп, жібімізді шығарып, осылай қатарды аяқтаймыз. Енді тағы да 3 воздушный петля аламыз. Мына дөңгелекті тағы да үлкейтеміз. Ол үшін тура осы 3-ші воздушный петляға 1 столбик тоқимыз. Келесі столбикке 1 столбик тоқимыз. 3-ші столбикке 2 столбик тоқимыз. Одан кейін 1 столбик тоқимыз. Мінекей, 1 столбикке прибавка, келесісіне тоқымаймыз. 1 столбикке прибавка, және де оның келесісіне тоқымаймыз. Яғни прибавканы біз кезектесіп отырып жасаймыз. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқимыз. Мінекей, қатарды аяқтадық. Енді әр қатардағыдай 3-ші воздушный петляға қатарымызды бітіріп аяқтаймыз. Мінекей. Енді ешқандай прибавкасыз, убавкасыз әрбір столбиктің үстінен тоқып, 3 қатар тоқып шығамыз. 3 қатар тоқимыз, содан кейін көрсетемін. Мінекей, мен 3 қатар тоқыдым. Соңғы 3-ші воздушный петляға қатарды аяқтап біріктірдім. Мінекей, бізде кішкене дөңгелектің формасы шығып келе жатыр. Енді біз 3-ші қатардан кейін убавка жасайтын боламыз. Ол үшін 1 воздушный петля аламыз. Келесі столбикке столбик с накидом тоқимыз. Мінекей, мына екеуін біріктірдік. Келесі столбикті өзін ғана тоқимыз. Келесі 2 столбикті біріктіріп тоқимыз. Ол үшін осылай бір рет тоқисыздар, қайтадан накид алып, осылай бірге тоқисыздар. Крючокта 3 жіп болу керек. Осы үшеуін біріктіріп тоқисыздар. Мінекей, екеуін біріктіріп бір столбикке тоқыдық. Енді келесі столбикті ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Келесін убавка жасаймыз. Осылай бір столбик тоқып, келесін убавка жасап, кезектестіріп тоқып шығасыздар осы қатарды. Қатарды аяқтадық. Енді біз мінекей мынау столбиктің жоғарғы жағы, яғни мына жерден крючокты кіргізіп, қатарды біріктіруіміз керек. Мінекей, осындай бізде дөңгелек шығып келе жатыр. Енді біз осы дөңгелектің ішіне наполнитель салуымыз керек. Менде жай ғана простой синтефон, холофайбер салсаңыздар болады. Мынандай ойыншықтан шыққан синтефонды осылай сала саламын. Қатты нығыздамайсыздар, қатты бос қылмайсыздар, орташа етіп. Осылай. Мінекей. Осылай салып аласыздар. Және келесі қатарды убавкамен тоқимыз тағы да. Бір воздушный аламыз. Келесі столбикті столбик с накидомен тоқимыз. Ешқандай столбик тоқымаймыз. Енді барлық столбиктарды убавкамен тоқитын боламыз. Міне, соңғы убавканы тоқыдым. Енді мына жерден біріктіреміз. Мінекей. Енді 2 воздушный аламыз. Әрбір убавканың үстінен жартылай тоқылмаған столбик с накидом алып шығамыз. Мінекей. Накид аламыз.
осылай кіргізіп жіпті шығарамыз да тек екеуін ғана тоқимыз. Осылай жартысын, жартысын емес, үшке бөліп тоқимыз. Бесеуін аламыз. Біріншісі 2, 3, 4, 5. Осы бесеуін былай тоқып аламыз. Және келесі төртеу және енді қалғанын тоқимыз. Осылай осы жерден біріктіреміз. Мінекей біздің дөңгелегіміз осымен дайын. Енді біз ілгегін сразу тоқимыз. Осы жерде сіздер өз қалауларыңыз бойынша ұзындықта тоқисыздар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай тоқып, бұлай екіге қайырып көресіздер. Мінекей 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Менде кішкентайлау сияқты тағы да 5 тоқимын, сонда менде 25 болады. Осындай бауын тоқып аласыздар да, осы жерге қайтадан әкеліп түбіне біріктіресіздер. Кез келген жерінен осылай кіргізсеңіздер болады.